Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Кәрім Мәсімов ұйғыр бола отырып, қазақтарды жек көрген деп хабарлайды қазіргі тергеу жұмыстары. Бұл ақпарат шын екеніне күмән жоқ, бірақ жақында жұрт сұмдық ақпаратты түсіріп алды. Мәсімовтің приказы бойынша билік кезінде су құбырларына радиоактивті у қосып, эксперимент жасаған дейді. Достар, бұл ақпаратқа сенесіз бе? Сіздің ойыңызша, тек Мәсімов жаман ба, әлде барлық ұйғыр халқы сондай ма? Пікіріңізбен бөлісіңіз. Ал енді бастайық. Адамдарды улау үшін ауыз суға у қосады. Желідегі ақпарат қазақстандықтар арасында қызу талқыға түсті. Қазнетте суды фторлаудың зияны туралы бір-біріне ұқсас ақпараттар жаппай тараған. Біріншісінде суға фтор қосылатынын адамдардан әдейі жасырғаны, екіншісінде фторды нацистік Германияда концентрациялық лагердегі тұтқындарды улау үшін ауыз суға қосқан делінген. Ал үшінші хабарламаға сәйкес су тазарту станцияларының қызметкері қауіпті у фторидті сумен жабдықтау жүйесіне қосып жатқан сәті түсірілген видео ұсынылған. Алайда мамандар бұл ақпараттарды талдай келе жалған екенін мәлімдеді. Алғашқы ақпаратта суға фтор қосатыны ұзақ уақыт бойы адамдардан жасырылып келгені айтылады. Алайда желіде ауыз суға фторды қашан және неге қоса бастағаны түсіндірілген ақпарат жеткілікті. Фтордың тіс жегінің алдын алуға көмектесетіні ғылыми дәлелденгеннен кейін 20 ғасырдың екінші жартысында жаппай қолданысқа енгізілді. Құбырдағы суға тұрақты негізде фтор қосқан алғашқы қала ақш-тың Мичиган штатындағы Гранд Рапидс. Бұл 1945 жылы 25 қаңтарда болды. Бұған дейін бір жыл бұрын ғалымдар ауқымды зерттеуді қолға алып, оның барысында Гранд Рапидс пен көршілес Маскегон қаласындағы балаларда тіс жегінің даму жағдайларының саны салыстырылды. Әуелі суды фторлау науқаны басталғанға дейін, осы елді мекендерде тіс жегі ауруы бар балалардың саны шамамен бірдей болған. 6 жылдан кейін Гранд Рапидсте тіс жегісі бар 6 жасар балалардың саны Маскегонға қарағанда 2 есеге жуық азайған. Нәтижесінде ақш пен өзге елдердің басқа қалаларында суға фтор қоса бастады. Суға фтор қосудың пайдасы туралы қосымша зерттеулер мұндай қоспаның тіс жегінің пайда болу қаупін едәуір төмендетуі мүмкін деген тұжырымдар расталды. Барлық зерттеулер мен суды фторлау науқандарының басталуы туралы хабарланып, еш уақытта құпия болған емес. Желідегі екінші ақпаратта нацистік Германияда концентрациялық лагерлерде тұтқындарды улау үшін суға улы зат фтор қосқаны туралы айтылған. Дегенмен бұл тезис мүлдем дәлелсіз. Оны PolitiFact порталының факт-чекерлері жалған екенін анықтаған. Олардың мақаласына сәйкес Холокост мемориалды мұражайының ғылыми қызметкерлері бұл теорияны жоққа шығарып, тұтқындарға фторланған суды пайдалана отырып, ешқандай тәжірибе жүргізілген жоқ деп мәлімдеді. Сонымен қатар нацистік Германия дәуіріндегі медицина саласын зерттеумен айналысатын мұражай қызметкері Патриша Хиберердің айтуынша, концентрациялық лагерлер босатылғанға дейінгі кезеңде сумен жабдықтау жүйесі іс жүзінде жұмыс істемеген және тұтқындарды ұстау орындарында су мүлдем болмаған. Ал желіде тараған видеоның сипаттамасында сумен жабдықтау жүйесіне қауіпті у фторид қосқан сәт түсіп қалғаны туралы айтылады. Бірақ видеода оқиғаның нақты қайда болғаны және кадрдағы адамның суға не қосып жатқаны белгісіз. Сондай-ақ видеода көрсетілген ғимарат су тазарту қондырғысы емес деп сеніммен айтуға болады. Қалалар мен өзге елді мекендер үшін су тазартылатын станциялар мүлдем басқа. Видеодағы адам белгілі бір ғимараттағы жылу жүйесін тазартып жатқан болуы мүмкін. Осы мақсаттар үшін жүйеге әртүрлі химикаттар құйылып қосылады. Әрі қазнет пайдаланушылары жазып отырған фторид у емес, басқа заттармен араласқанда қалыптасатын фтор тұздарының жалпы атауы. Әрбір қосылыстың өзіндік қасиеттері мен ерекшеліктері бар. Фторидтердің кейбірі тіс пасталарының, ауыз шаюға арналған және басқа да гигиеналық құралдардың құрамында болады. Сонымен фторланған судың зияны туралы 3 хабарлама фейк. Оларда келтірілген дәлелдер толығымен негізсіз немесе өтірік, ал видеода нақты ақпарат болмағандықтан ол ештеңе дәлелдемейді. Қазақстан-Қытай шекарасында магнитудасы 5 балдық жер сілкінісі болды. Бұл туралы қазақстандық сейсмологтар хабарлады. Бірақ жергілікті тұрғындар бұл мүлдемде жер сілкінісі емес, нағыз жарылған бомба деп айтып жатыр. Жоғарыда болған видеоны шетелдік компанияның өкілі бізге жіберді. Ал қауіпсіздік комитетіндегі дерек көздеріміз бұл Қазақстан мен Қытай арасындағы әскери сынақтар деп хабарлайды. Сол жарылған ракета алдағы уақытта Тайвань соғысында қолданылуы мүмкін екен. 16 шілдеде Алматы уақыты бойынша сағат 17:30-да Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігі САМ сейсмикалық станциялар желісімен жер сілкінісі тіркелді. Жер сілкінісінің ошағы Алматыдан солтүстік шығысқа қарай 829 шақырым жерде Қазақстан мен Қытай шекарасында орын алды.
Жер сілкінісінің энергетикалық класы 11, МПФ магнитудасы 5 делінген хабарламада. Зайсан қаласы мен Күршім ауылында жер сілкінісі 2 балдық күшпен сезілген.